Қазақ жазу дағдысының қажеттілігі бүгінде барлық салада байқалып отыр. Әсіресе сөйлем құрау дағдымыздың орыс тілі синтаксисі жетегіне бейімделіп бара жатқаны өзекті проблема. Бүгінгі қарастыратын тақырып орысшадан қазақшаға аудару кезінде көптік жалғауларын орын тәртібі бойынша қолдану. Қазақ тілінде көптік мағынаны білдірудің 3 тәсілі бар. Олар лексикалық тәсіл, синтаксистік тәсіл, морфологиялық тәсіл. Осылардың арасында лексикалық және синтаксистік тәсіл арқылы берілетін көптік мағына үстіне морфологиялық тәсілді қосақтау, тіл ережесін ескермеу, стилистикалық норманы бұзу болып есептеледі. Бұл дегеніміз қазақ тіліндегі кей сөздің арнайы қосымшасыз да көптік мағынада жұмсалатынын білдіреді. Енді көптік жалғауы жалғанбайтын, бірақ көптік мағына сақталатын сөздерге тоқталайық. Олар жеке даралап санауға келмейтін және абстрактілі зат пен құбылыс атауының көптік мағынасы сол сөздердің лексикалық мағынасынан ақ аңғарылатындықтан көптік жалғауын қабылдамайды. Мысалы, су, ұн, құм, топырақ, шаш, бидай, дін, мәдениет тағы да басқа. Алайда қазіргі тілімізде мұндай сөздерді көптік формада қолдана бастаған жайымыз бар. Толқындатып қолаң шаштарың, қиылып тұр қара қастарың. Мұндай сөздердің көптік тұлғада қолданылуына орыс тілінің ықпалы бар. Себебі, мысалда көптік жалғауын қабылдаған есімдер орыс тілінде көптік тұлғада жұмсалады. Шаш, волосы, қаз, брови. Есептік және болжалдық сан есіммен тіркескен зат есім көптік жалғауын қабылдамайды. Мысалы, қазір Қазақстанда осындай 20 мекемелер қызмет етеді. Дұрысы 20 мекеме. 2018 жылы кәсіпкерлікті қолдау картасының аясында 300-ге жуық жаңа жұмыс орындарын құрумен сомасы 14,8 миллиард теңге болатын 2 жобаны іске қосу жоспарлануда. Дұрысы 300-ге жуық жаңа жұмыс орнын. Қарағандының туыстас 5 қалалары бар. Дұрысы туыстас 5 қаласы. Алғашқы сөйлемдегі 20 мекемелер 20 учреждений, 300-ге жуық орындар, ближе к 300 мест. 5 қалалар, 5 городов дегеннің аудармасы. Жалпылау мәнді яки көптік ұғымды білдіретін сөздермен тіркескен зат есімдер көптік жалғауын қабылдамайды. Мысалы, барлық, барша, күллі, бірнеше, бірталай, талай, біраз, қаншама, әлденеше, бірсыпыра, қыруар, мол, көп, топ, әртүрлі, түрлі, кейбір, кей, тағы да басқа. Мұндағы зат санының бірнеше екені осы сөздердің семантикасынан белгілі болады. Мысалы, қазіргі таңда Қазақстанның әр аймақтарынан 170 мыңнан астам мұғалімдер осы бағдарлама бойынша оқып жатыр. Дұрысы, әр аймағынан 170 мыңнан астам мұғалім. Өмір оларды араға қаншама жылдар салып, Эдинбург университетінде қайта қауыштырады. Дұрысы, қаншама жыл. Жаз бойы мекен еткен көлі мен көгалын тастап, сұр бұлт жүзген суық аспанда неше түрлі құстар кетіп бара жатады. Дұрысы, неше түрлі құс. Осы мысалдар орысшадан тікелей аударма екенін мына мысалдан аңғаруға болады. Әр аймақтарынан, из каждых регионов, араға қаншама жылдар салып, спустя долгие годы, неше түрлі құстар, разные птицы. Көне түрік тілінде т, з қосымшалары көптік мағынаны білдіретін болған. Тіліміздегі кейбір сөздердегі з тұлғасының жұптық мағынасы тілімізде күні бүгінге дейін сақталған. Мысалы, ауыз қос еріннен тұрады, губы. Көз қос жанардан тұрады, глаза. Көздер емес, егіз қос сыңардан тұрады, близнецы. Егіздер емес, сол сияқты біз, біздер емес.